Неліктен бүйрек проблемалары пайда болады? Бүйрек ауруларын уақытылы қалай тануға болады? Үйде бүйректі тазартуға болады ма және бүйрек проблемаларымен күресуде қандай әдістер тиімдірек? Осы сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, каналды ауыстырмаңыздар. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, бүйректі тазартудың үйдегі қарапайым әдістері туралы толық білетін боласыздар. Біздің ағзамыздағы бүйректің рөлі қандай? Бүйрек зәр шығару функциясын орындайтын, қанды тазартатын, жұп болып келетін орган. Бүйрек ағзада өмірлік маңызды көптеген функцияларды орындайды. Олар токсиндер мен қалдықтарды шығару, қысымды қалыпқа келтіру, қандағы элементтерді бақылау. Дәл осы орган күніне бірнеше жүз литр қанды үздіксіз айдап отырады. Оны барлық басқа органдар мен тіндерге таза түрде жеткізеді. Күшті жүктемелерді бастан өткергенде бүйрек істен шығуы мүмкін. Аурулар әртүрлі себептерге байланысты пайда болады. Кейбір жағдайларда бүйректің бітелуі нәтижесінде пайда болатын ақаулар болуы мүмкін. Яғни токсиндердің шөгінділері немесе тіпті құмның пайда болуы. Сондай-ақ бүйрек гормондардың түзілуіне және дәрумендердің сіңуіне де кері әсер етеді. Және де бүйректің арқасында Д дәрумені мен кальций ағзаға жақсы сіңеді. Бүйрек істен шыққан кезде қалқанша бездердің жұмысы бұзылады, ал олар сүйек тініндегі кальцийді алмастырады. Бүйрек функциясының бұзылуына байланысты толық алмастыру бұзылады. Нәтижесінде сүйектер сынғыш болып келеді. Тағы бір ерекшелігі, бүйрек аурулары кезінде сұйықтықтың ағзадан шығарылуы күрт баяулайды. Нәтижесінде қандағы тұздардың деңгейі жоғарылайды және оның ағзадан толық шығарылуы бұзылады. Жоғарыда айтылғандардың барлығы жүрек пен қан тамырларына, сондай-ақ асқазан ішек жолдарына жүктемені арттырады. Біздің жұптасқан орган осылайша адамның барлық өмірлік жүйелеріне үлкен әсерін тигізеді. Бүйректегі проблемалар неліктен пайда болады? Бұл органның басқалардан айырмашылығы түрлі аурулардан зардап шеккенде ешқандай белгі бермеуі мүмкін. Яғни ол ауырмауы да мүмкін. Сондықтан адам ұзақ уақыт бойы проблеманы байқамай келеді. Ал айқын белгілер пайда болған кезде тым кеш болуы да мүмкін. Бүйрек проблемаларының пайда болуына ықпал ететін көптеген себептер бар. Қатты гипертемия, температураның күрт ауысуы. Бұл бүйректің қабынуына келеді. Ет өнімдерін көп мөлшерде жеу қандағы зәр қышқылының концентрациясының жоғарылауына келеді. Ал бұл бүйректе орналасуы мүмкін. Кез келген зиянды алкоголь сусындарды шамадан тыс тұтыну, кейбір дәрі-дәрмекті теріс пайдалану салдарынан бөлшектері сүзгіден өтпей бүйрек тіндерінде түсіп, сонда жиналуы мүмкін. Салмақты күрт жоғалту арқылы сүзгіштік функциясын төмендетеді. Үздіксіз шаршау, дұрыс демалудың болмауы, қорғаныс механизмі жұмысының төмендеуіне әкеледі. Бүйректе қабынудың даму ықтималдығын жоғарылатады. Қатар жүретін онкологиялық аурулар, үнемі шамадан тыс толы болатын қуық, асқазан ішек жолдарының бұзылуы, іш қату, тұрақты жұқпалы аурулар, әсіресе тамақ ауруы, тыныс алу және ішек инфекциялары қандағы токсиндердің жоғарылауына және тепе-теңдіктің бұзылуына келеді. Бұл бүйрекке үлкен жүктеме береді. Сондай-ақ физикалық белсенділікті шектеу қан ағымының баяулауына келеді. Ал бұл бүйректің бітелуіне жақсы жағдай жасайды. Алғашқы белгілер. Шатастыру аурудың дамуының басынан басталады. Белгілеріне байланысты адам аздап тона бастайды және белгілі бір ыңғайсыздықты сезінеді. Жалпы алғанда суық тиюге ұқсайды. Әдетте біз бұны елемейміз. Алайда дәл осы кезеңде ауруды қолға алу өте оңай. Аяқтар мен бүйректер өзара тығыз байланыста болғандықтан ыстық су алып, оларды қыздыру ұсынылады. Егер сіз осы кезде жылы көрпемен оранып, ыстық шай ішсеңіз, өте жақсы нәтиже берері сөзсіз. Соңында аяқтарыңызға горчичник салып, қыздырып, содан кейін жылы төсекке жата қалу керек.
Бүйрек аурулары кезіндегі басты белгілер: зәр шығарудың қиындығы немесе керісінше еріксіз ұстамауы, зәр шығарған кездегі жағымсыз, беттің, аяқтың ісуі, циститтің пайда болуы, зәр шығаруға жиі ұмтылу, әсіресе түнде, тәбеттің түсініксіз жоғалуы, зәрдегі қан ағымының пайда болуы, температураның, қысымның жоғарылауы. Бұл белгілерді аяқтайтын терінің құрғауы, бөртпелер және қышу. Бүйректің токсиндерді шығаруы төмендегенде олар тері арқылы шығарыла бастайды. Осылайша қышу мен жағымсыз сезімдері пайда болады. Ауруды қалай анықтауға болады? Егер ауырсынудан басқа ешқандай көріністер болмаса, органның жұмысындағы ауытқулардың қандай болатындығын білсеңіз, анықтау қиындық тудырмайды. Мысалы, өткір және сыздап ауырсыну, белдің төменгі жағындағы ауырсыну сезімдері. Сондықтан аурудың деңгейін анықтау және дұрыс емдеуді тағайындау үшін нефрологпен кеңескен жөн. Емдеу әдістері міндетті түрде трансплантациялау мен тіпті алып тастауды талап етпейді. Егер ұқсас белгілер пайда болса, онда зәрді сүзу процесі бұзылған болуы мүмкін. Немесе тұз шөгінділері, тастар немесе құм пайда болғанын білдіреді. Бүйрек ауруларының, соның ішінде тас пайда болуын алдын алу үшін бүйректі үнемі тазалап отыру керек. Ал сіздерде осындай белгілер болды ма? Және қандай әдістер қолдандыңыздар? Комментарийге жаза кетіңіздер. Видеоны жалғастырмас бұрын мен сіздерден қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп отыруларыңызды сұраймын. Пайдалы кеңестер. Біріншісі ол таза су. Бүйректі тазартудың белсенді түрі таза суды тұтыну. Су бүйректі босату процесінің ең маңызды элементі. Жинақталған токсиндерді сүзу үшін күніне шамамен 8 стақан су ішу керек. Ал терлеу немесе спортпен шұғылдану күшейген жағдайда одан да көп ішу қажет болады. Жақсы нәтиженің көрсеткіші ол өткір, иісі жоқ, таза, ақшыл сары зәр шығуы. Екіншісі жүгіру. Физикалық белсенділіктің жоғарылауы мен таңертеңгі және кешкі жүгірулер оның барысында бүйректегі қан ағымы жоғарылайды. Бұл бүйректің жұмысын ынталандырады. Үшіншісі ол қарбыз. Қарбыз детокстың күшті құралы болғандықтан сіз қарбыз диетасын қолдана аласыз. Күніне бірнеше сағат бойы тек қарбыз жеңіз. Артынша босаңсытатын ванна қабылдаңыз. Алғашқы зәр шығару қажеттілігі туындағанға дейін осындай ыстық ваннада отырған жөн. Бүйрек бір айдан кейін токсиндер мен шлактардан толығымен босатылады. Бұндай процедураларды 2 күнде бір реттен жасаған дұрыс. Үшіншісі жидектермен тазарту. Мұндай жидектердің ішінде мүкжидек, яғни клюква бүйректі тазартуға да қатысады. Мүкжидек құрамында хинин бар. Ол бауырдағы бір қатар метаболикалық өзгерістерден кейін гиперқышқылына айналады. Ол қышқыл бүйректе мочевина мен зәр қышқылының артық жиналуын жояды. Күнделікті тазарту үшін 1 кесе мүкжидек жеткілікті. Бесіншісі шөптердің бүйрек жиынтығы. Алтын таяқша, қалақай жапырақтары, қайың және аю жидектері сияқты тиімді шөптерден емдік бүйрек шайын жинап көріңіз. Мұндай шайды күніне 2 рет 15 күн тамақтанғаннан кейін ішуге болады. Алтыншысы итмұрын. Итмұрын бүйректен токсиндер мен шлактарды кетіруге жақсы көмектеседі. Ол үшін 5 ас қасық итмұрын ұнтақтау керек. Оларды 400 мл қайнаған суға құйыңыз және түнге қалдырыңыз. Таңертең аш қарынға 1 стақан ішу керек. Процедураны ұйықтар алдында қайталаңыз. Осылайша бүйрек қайнатпамен шамамен 15 күнде жуылады. Жетіншісі ақжелкен және де лимон. Ақжелкен бұл зәр айдағыш өнім. Сол себепті бүйректен бактерияны жақсы жуып шаяды. Сондықтан бұл амбебап дәмдеуішті піспеген және кептірілген түрінде жиі қолданыңыз. Сондай-ақ шырын сыққышқа қоспаны жасай аласыз. Ол үшін ақжелкен шөбінің сабағы мен 2 лимонды ұнтақтаңыз.
Дәміне қарай бал қосу керек. Аш қарынға бір ас қасықтан ішіп отырыңыз, шамамен 1 ай көлемінде. Ал қоспаны тоңазытқышта сақтау керек. 8-шісі бақбақ гүлі. Бақбақ гүлі денеден артық суды кетіруге көмектеседі. Бүйректі тазарту үшін сіз 1 стақан суға бақбақ гүлінің 10-15 тамшы тұнбасын құйып, күніне 3 рет ерітінді қабылдауға болады. Курсты тоқтамастан 6 ай бойы жүргізуге болады. 9-шысы бөрі қарақат. Бұл бүйректегі кішкентай тастарды жууға көмектесетін ескі әрі белгілі өнім. Кейбір науқастарда бөрі қарақат тұнбалары бүйрек талмасымен күресуге және уретраның диаметрінен кіші тастарды шығаруға көмектеседі. 1 стақан суда ерітілген 10-15 тамшы тұнбалары бірнеше апта бойы күніне 3 рет қабылданады. Соңғы 10-шы ғажайып өнім асқабақ. Бүйрекке арналған асқабақты мүмкіндігінше жиі жеу керек. Асқабақ тастың пайда болуына ықпал ететін денеден қажетсіз тұздарды шығаруға көмектеседі. Асқабақтың жұмсақ бөлігі жақсы зәр айдағыш болып табылады. Сондықтан ісіну мен бүйрек аурулары кезінде жақсы көмектеседі. 2 килограмм асқабақты теркадан өткізіңіз. 1 килограмм бал қосыңыз. Күн сайын араластырып отырып 10 күнге қалдырыңыз. Дайын шырын сүзгіш арқылы сығылады. Тамақтанудан жарты сағат бұрын күніне 3 рет 50 мл қабылданады. Жаңа сығылған асқабақ шырыны да пайдаланады. Зәр шығару жүйесіне тастардың пайда болуын алдын алу үшін 3 айда 1 рет асқабақ шырынымен емдеудің 3 апталық курсы жүргізіледі. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Видеоны соңына дейін көргендерге және каналға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.